Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Сақина ертегісін айтып беремін. Бір баяғыда кедей шаруа болыпты. Оның ішерге асы таусылып қалыпты. Сөйтіп ол жалғыз қалған тауығын сойып жемекші болады. Тауығы енді бауыздайын деп жатқан кезде оған тауық айтады: "Уайым, мені босатыңыз. Менің соңғы тапқан жұмыртқамның ішінде алтын сақина бар. Соны алыңыз. Тек қана оған бір ақ тілек тілеуіңіз керек" дейді. Сөйтіп сақинаны шаруа алады да өзінің әйеліне көрсетеді. Әйелі оны көрген кезде қуанады, бірақ оның алтын емес екеніне күмәнданады. Оны зергерге апармақшы болады. Ертесіне шаруа оны зергерге апарады. Зергер арам пиғыл адам екен. Сөйтіп оны алмастырып қояды өзінің сақинасымен. Зергер оған: "Алыңыз, сақинаңыз алтын екен" дейді. Шаруа қуанып үйіне қарай кетеді. Зергер сол алтын сақинаны қолынан тағып алады: "Менің алтын сақинам, менің дүкенімнің 4 бұрышын 90 түрлі жиһазға толтыршы" дейді. Сөйтіп сақина оның дүкенінің 4 бұрышын 90 түрлі жиһазға толтырады. Бірақ солардың ішінде зергерші қалып қойып, тұншығып өліп қалады. Шаруа үйіне келіп әйеліне айтады: "Енді тілегіңді айта бер. Сақина алтын екен" дейді. Сөйтіп әйелі тілегін айтады: "Бізге жер берсінші" дейді. Шаруа оған: "Жоқ, олай болмайды. Біз 1 жыл еңбек етсек, жер таба аламыз" дейді. Сөйтіп олар 1 жыл еңбек етеді. Жер сатып алады. Шаруа да, оның кемпірі де қартаяды, балалары ер жетеді. Зергердің берген сақинасы оларға бақыт әкеліпті. Егер де балалар, бұл ертегі сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.